Так, кепка орнында, гүл орнында. Ендеше кеттік. Ассаламағалейкум, сіздермен арнада қайтадан Визанаш каналы, және бүгін мен өзімнің Америкадағы оқу орным жайлы біраз әңгіме қозғайтын боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырып отырыңыздар, ал біз бастайық. Қаланың сәл шетінде тұратын болғандықтан, енді осылай автобус ұстап универге жетуге тура келеді. Менің тұратын жерімнен оқу орныма дейін автобуспен 1 сағат уақыт алады. Мынау дәл қазіргі уақытта менің оқып жатқан оқу орным штат Техас, яғни қала Хьюстон қаласында орналасқан. Жалпы барлық өзге мемлекеттердің азаматтарына бұл жерде өз статустарын ұстап тұрып оқу және студент атағын ұстап тұрып заңмен қорғалу үшін, жалпы F1 визадан айырылып қалмас үшін 12 кредит сағатын толығымен жабу керек. Яғни ол дегеніміз кемінде 4 әртүрлі сабақтар. Бұл біздің класс бөлмелері. Интернетпен онлайн жұмыс жасауға өте ыңғайлы етіп жабдықталған. Бұл жерде сіз тамақ жеуге, үй жұмысын жасауға, жалпы сабақтан тыс әрқандай уақытыңызды өткізуге өте қолайлы. Тағы да бір айта кететін жағдай, егерде сіз сабақтарыңызды ешқандай себепсіз қалдырсаңыз, ешқандай себепсіз өзіңіздің өтеу керек кредиттеріңізді өтей алмасаңыз, сіздің халықаралық студент, яғни F1 визаңыз күшін жоюы мүмкін, және 2 апта ішінде Қазақстанға қайтарыласыз. Бұл біздің кітапхана және соған сай интернетпен жабдықталған компьютерлер, және кітап оқи отырып спортпен айналысуға рұқсат ететін машиналар. Бұл университет жалпы 5 қабаттан құрылған, және де айта кетерлік жағдай, бұл тек университеттің бір филиалы десек болады, өйткені бұл штатта бұл университеттің 26 бөлек филиалдары бар. Бұл жерден сіз оқу жөніндегі әрқандай сұрақтарыңызды сұрай аласыз. Бұл біздің асхана, яғни достарыңызбен, класстастарыңызбен келіп тамақ жеп отырып, жақсы көңіл көтеретін әдемі орын. Бұл біздің шағын дүкен, бұл жерден кітап, қалам, қарындаш, тамақ, киімге дейін аласыз. Әлемдік картада әрбір оқушылар өз келген жерлеріне наклейка жапсырып кетеді. Осымен біздің кампусқа арналған шағын ролик аяғына жетті. Көргіңіз келетін әрқандай жерлері болса, немесе әрқандай мағлұматтар керек болса, комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Ал келесі видеороликте мен сіздерге студенттік визаның қыры мен сырын және оны қалай алуға болатынын түсіндіріп айтып беретін боламын. Назар салып тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Егерде Америкадағы жұмыс, оқу жайында мағлұматтар қызық болса, каналға тіркеліңіздер және қоңыраушаны басып кетіңіздер. Әрине, оның барлығы өз еріктеріңізде. Егерде ұнамаған жағдайда, назар салып тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.